Асқабақтан пайдалы кек жасаймыз. Асқабақты пештен немесе мен сияқты алдын ала газда қайнатып алсаңыздар болады. Оған бір жұмыртқаны қосып араластырамыз. 2,5 шай қасық эритрит қантын қостым, бірақ қатты тәтті болған жоқ. Өзіме ұнады. Ал егер тәтті болсын десеңіздер, көбірек қосыңыздар. Алдын ала ұнтақталған сұлы жармасын, жүгері ұнын, күріш ұнын 1 шай қасық толтырмай қопсытқыш қосып, шанышқымен араластырамыз. Пеште 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Мен бұл рецептте 2 ұнды пайдаландым. Ал егер сіздер қаласаңыздар, 1 ұнды ғана пайдалансаңыздар болады. Мысалы, тек күріш ұнын ғана. Достар, мен ұзақ уақыт бойы дайындаған ПП меню дайын болды. Арықтауға арналған ПП менюді алу үшін телеграм-каналға кір. Ол менюда калорий есептелген, тіпті тәтті де бар. Сырықсыз дәмді тамақтанып арықтайсың.